Не нәрсеге шағымданасыз? Өміріңізге көңіліңіз толмай, проблемаларыңыздың тым күрделі екенін айтып, мазасызданасыз ба? Немесе денсаулығыңызға, отбасыңызға көңіліңіз толмай шағымданып жүрсіз бе? Жер бетіндегі миллиондаған адамдар бүгінде сіздің өміріңізді өз өмірлеріне алмастыруды қалар еді. Олар сіздің өміріңізбен өмір сүруге қарсы болмас еді. Ал сіз шын мәнінде әлде қайда жақсы өміріңізге шағымданып жүрсіз. Келіңіз, байқап көрейік, сізде шынымен проблемалар бар ма екен? Сіз әлі нағыз апатты басыңыздан өткермедіңіз. Алла бізді рахымын алсын. Алланың бізге берген нығметтері туралы ойланыңыз, пікір жүргізіңіз. Өйткені ол туралы ойлағанда көбірек шүкір етесіз. Алла Құранда: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Егер шүкіршілік етсеңдер, арттыра беремін. Ал егер қарсы келсеңдер, азабым тым қатты деген. Сіз шүкіршілік етпесеңіз, сізге жаза түсуі мүмкін. Алла бізді шүкірсіздерден етпесін. Алла есепсіз нығмет берген, Алла сізге мейірімін түсірген. Сіздің проблемаларыңыз басқа адамдардың проблемаларымен салыстырғанда түймедей ғана. Сондықтан қандай жағдай болмасын, шүкір етушілердің қатарынан болыңыз.